Ерлі-зайыптылар 30 жыл бірге өмір сүріпті. Үйленгеніне 30 жыл толған күні әйелі әдеттегідей тоқаш пісірді. Ол оны күнде таңертең пісіретін бұл дәстүр еді. Таңғы асқа ол оны көлденең кесіп, екі бөлігіне май жағып, әдеттегідей екеуінің жоғарғы бөлігін береді. Бірақ оның қолы жарты жолда тоқтап қалады. Ол ойлайды: 30 жасқа толған күнімізде тоқаштың қызыл түсті бөлігін өзім жегім келеді. Мен ол туралы 30 жыл бойы армандадым. Соңында 30 жыл үлгі жар болдым. Оның сұлу ұлдарын өсірдім. Адалды және өте жақсы жар болдым. Үй шаруашылығын жүргіздім. Отбасымызға қаншама күш-қуат, денсаулық жұмсадым. Бұл шешімді қабылдаған ол күйеуіне тоқаштың түбін ұсынады. Ал оның қолы дірілдейді. 30 жылдық дәстүрді бұзу. Сен маған бүгін қандай баға жетпес сыйлық сыйладың, махаббатым. 30 жыл бойы мен өзімнің сүйікті тоқаштың түбін жеген жоқпын, өйткені ол сенікі деп ойладым. Ерлі-зайыптылар арасында түсіністік болса, отбасыда әрдайым береке болады.